Армысыздар, құрметті көрермендер. Қайырлы кеш, қайырлы күн, қайырлы түн. YouTube'ты қай уақытта басып көресіздер осы видеоны. Соған байланысты амандасып жатырмыз. Жалпы бүгінгі біз подкаст, ең алғашқы подкастымыз. Егер де кемшіліктер болса, аса қатты бір сынамайсыздар деп үміттенеміз. Жалпы бүгін бізде қонақта құқық қорғаушы Ринат Рафхат және саяси белсенді Абзал Достияров. Жалпы мынау әңгімемізді негізі бір ашық талқы болса деймін. Ашық, қалай бар, солай айтатындай, камераға қысылмай ашық талқыласақ, сол дұрыс деп ойлаймын. Жалпы соған келіспесек. Жақсы, ашық форматта. Енді осы уақытқа дейін біз енді жалпы біздің бүгінгі талқылайтын тақырыбымыз осы азаматтық қоғам, оппозиция, саяси белсенділік жөнінде талқыласақ, осы бүгінгі тақырыбымыз соған арнасақ. Осы уақытқа дейін біз қаңтар оқиғасы болды, президент Назарбаев кетті, көп нәрсе болды ғой, сайлаулар болды, парламент сайлауы, президент сайлауы. Енді елде өзгеріс болып жатыр дейміз, реформа жүріп жатыр деп айтады адамдар. Енді осыған байланысты енді елде осындай өзгерістер болып жатса, мысалы үшін енді әркім әртүрлі айтады, парламент, Тоқаевтың парламенті жасақталды деп айтады, біреу ол жерге шынымен де тәуелсіз азаматтар бар деп айтады, әркім әрқалай деп айтады. Бірақ ол да бір өзгерісті, баяғыда емес, баяғы Назарбаевтың парламент емес, жаңа парламент жасақталды деп айтады. Енді осыған байланысты, мысалы үшін қарсы тарапта азаматтық қоғам өкілдері, оппозиция, саяси белсенділік, ол да бір өзіндік бір трансформациядан өту керек қой. Осы тарап қаншалықты өзгерді? Әңгімеміз осыдан бастап осыны талқылап көрсек. Жалпы сіздер осы ортада жүрсіздер ғой, ұзақ жылдан бері жүрсіздер. Бізде мысалы үшін саяси журналистикамен шама-шарқымыз келгенше айналысып жүрмін мен. Көріп келе жатырмыз, қаңтар оқиғасы мысалы үшін бір Рубикон болды. Барлығын қазір мысалы үшін саясатта жүрген адамдар, жалпы қоғам қаңтардан сол дилемма болды. Соған байланыстырып айтады. Сен мысалы үшін қаңтардан не істедің деген сияқты, неге қаңтар былай болды деген сияқты дүниелермен айтады адамдар. Сіздердің ойларыңыз осы азаматтық қоғам басқасын айтпағанда осы қаңтардан кейін қаншалық трансформацияланды, өзгерді ме, әлде сол баяғы соқпақпен келе жатыр ма? Ринат. Енді армысыздар, азаматтық қоғам өзгерді дегенде былай енді кішкене болса да серпіліс бар. Көрдік біз оны, жылдан жылға азаматтық қоғам дамуда әйтеуір бір нәтиже бар. Әйтпесем кешегідей қаңтарда қаншама ондаған мың, 50 мыңдай адам шықты. Ондай болмас еді. Оның бәріне енді келгенде саяси режимнің ұстанған саясатына келіп тұр ғой. Сол азаматтық қоғамды түрткілеп, азаматтық қоғамды жылдан жылға өздері оятып жатыр. Ол да жақсы. Бірақ бізде құқықтық мемлекет болғасын, азаматтық қоғам мейлінше жақсы даму керек еді, бірақ бізде де әлде де тежеу бар. Азаматтық қоғам мысалы үшін дамыды деген кезде, қазір қараған кезде бір әкетіп бара жатқан, дамып жатқан жоқ қой. Мен мысалы үшін осы қанша жылдан бері мысалы үшін журналистикада жүрміз ғой. Байқасаң, саяси белсенділердің арасында, тіпті саясаткерлердің арасында да кейбір бізде нақты бір ғылым мен саяси ғылым айтқан кезде саясаткер деп айтатын адамдар аз ғой қазір тұлғалар. Бірақ солардың өзінде саяси белсенділердің арасында мысалы үшін жаңағы ұлттық қауіпсіздік, анау ұлттық қауіпсіздік комитетінің агенті, мынау ішкі саясатқа жұмыс істейді, анау тағы бірдеңке, барлығында анау сатқын деген сияқты дүние бар да. Мен осы жағынан талқыласақ та, мысалы үшін сол жағынан өзгерді ме? Немесе керісінше, қаңтар оқиғасынан кейін керісінше саяси белсенділердің арасында жаңағы адырау, бірін-бірін анау көрсетті, мынау көрсетті посттарда шығып жатыр ма? Енді осы жағынан мысалы үшін консолидация бірге алды ма? Олардың былай қарасаң, менің ойымша мысалы үшін бір жасыратын еш нәрсе жоқ қой. Мемлекеттік мүмкін жасап жатқан жоқсың. Анау сатқын, ойған араласуға болмайды, мынау агент, оған тағы бір нәрсе болады деген сияқты. Бүйтіп айтатындай бір үлкен бір саяси дүниемен айналысып жүрген жоқсың ғой. Енді мына азаматтық қоғамда саяси белсенділердің басты рөлі атқарады, солардың нағыз тұлғалар деп айтатын болсақ, бірақ олардан да үлкен бір дәрежеде бір саясаткерлердің өздерінің араларында сондай қалыптаспаған. Ол мен ес білгелі сондай ғой. Сондай мен театрымыз анау сатқын, мынау сатқын, жеке амбициялары басым,
бір ұлттық мүддеге келгенде жеке амбицияларынан өздерін шыға алмай қалады да, сондай эголары бар да. Одан кейін азаматтық белсенділерге біз қалай ренжиміз. Сосын бір жағынан мына күшті құрылым, мына атқарушы, әміршіл, мына әкімшіліктердің де сондай оңтайлы әдістері пайдаланып кетеді. Біреудің мысалы әлеуметтік жағдайы төмендеу, оған сатып алады, мәжбүрлейді соған сатып алуға. Қиыннан қиыстыр бірдемемен әкеліп тиістіреді. Сосын оны ортаға салады да, ана белсенді сатқын, ана бізден ақша алған деген сияқты. Оны көрген қоғам басқа адамдардың көзқарасы ұнамай қалса, оны да сатқын деген қалыптасып кеткен сондай. Қайтар деген бұл енді күшейді ме, күшейген жоқ па? Дәл сол күйінде, сол қалпында. Мен көрген жаңағыда бір-бірін сатқын КМБ агенті деген жалғасып жатыр. Оны қалай істерміз оған енді? Жоқ, негіз бар ғой, негіз. Бар, көрініп тұр. Қай жерде де бар. Біз бірінші басын шешіп алайықшы, мына азаматтық қоғамды біз көбінесе Астана, Алматыда ғана бар деп ойлаймыз да. Басқа қалаларда, себебі бұлар енді ірі қала мегаполис болғасын, осы жерде кішкене демократиялы, бір еркін сөз айтып, адамдардың топтары жиналғасын, біз осы Алматы, Астанамен көреміз. Басқа региондарда да дәл солай. Оны жақсы пайдаланатын атқарушы билік, әкімшіліктер өкілдері ол жақтарда өздерінің жаңа жоспарларын күшті жүргізеді. Алматыда кішкене қалып түптен білінбей жатқан болады. Ол жақтарда кәдімгі өздерінің 2-3 белсенділері бар, 4-5 журналистері бар. Оларды белсенді қылып шығарады да, азаматтық қоғамның қалыптасуына ерткі салады. Солар. Абдол сіздің ойыңызша. Түсіндіре алсам. Жалпы күмәндану деген бар ғой, сіз сол ортада жүрсіз, саяси ортада, саяси белсенділерде анау сатқын, мынау сатқын деген сияқты. Негіз бар ғой, жалпы, иә? Негіз ойлауға, сөйтіп, күмәндануға деген. Негіз әрине бар, бірақ бұған кеңінен қарау керек. Бізде енді сатқын деген сөз бар ғой. Сатқын деген сөзді қалай, қай жерде кім сатты? Мәселе соған қатысты ғой. Сатқын деген сөзді қолданамыз да, бірақ Әміржан қосам сатқын. Халықтың үмітін сатты. Ренат Кибраев деген азамат анау Макс Боқаевпен Тағатаянды сатты. Нақты сатқындарды сол кезде көрсетті. Ал енді ананы сатқын, мынаны сатқын деп қоғамдағы белсенділерді ешкім ештеңеге бір сатқындық жасамаса, ол айтуға болмайды негізі. Әрине, биліктің адамы біреу акиматқа жұмыс істейді дейді, біреу Нұр Отанға жұмыс істейді, біреу КМ-ға жұмыс істейді, біреуі Алматы қалалық полиция департаментіне жұмыс істейді дейтіндер адамдар бар. Бірақ ешқайсысының қолдарында дәлел жоқ. Бірақ жалпы сатқын деген сөзді жаппай қолданады. Сол сияқты, мысалы үшін, Мамай сатқын деп, Макс Боқаевтың өзін сатқын деп шығарды кезінде. Бірақ кім сатты? Қай жерде, қандай кімге сатқын жасады? Ешқандай дәлел жоқ. Сол сияқты бұл бір жағынан адамдардың, қоғам белсенділердің арасындағы ол бір солай айтуға негіз, бір-бірінен сақтанып қарау, ол бізде бар нәрсе. Өйткені көптеген жағдайда бұл биліктің іс-әрекетінен, биліктің қулығы, бұл биліктің енді мойындау керек, қулығына құрық бойламайды, азамат қоғамды жік-жікке бөлу, ол билікті, және сол биліктің сол әрекетіне өзіміз жем болып жатқанымызды мойындауымыз керек. Дұрыс сақтанады ғой, әрине, өйткені мен жария түрде мен қазір ешкімді мынау билік қоғамдық белсенділердің арасында жүрген адамдарды, көптеген адамдарды мен нақты сақтанатын адамдарым бар, бірге отырып шай ішпейтін адамдарым бар, бірақ мен олардың ешқайсысын мынау осындай деп айтқан емеспін. Мен ірі мысалы үшін Қуаншарин сияқты, Әбіләзов сияқты адамдардың кемшіліктерін сол кезде айтқанмен, мына азамат қоғамда белсенділерде өзінше күресіп жүрген адамдар біреу әркім әртүрлі жол таңдайды. Былай қарасаң, жап-жақсы пост жазып отырғанмен, Алматы қалалық әкімдігінің қызметкерлерімен шай ішіп, емен-жарқын араласатын адамдар бар. Мен ол дәл адамдармен мен шай ішпеймін мысалы үшін. Әкімдіктің азаматтарымен емес. Жаңа қоғам белсенділерімен. Бірақ сол ішкі саясаттың адамдармен сөйлескен үшін ғана ма? Әлбетте. Ол мысалы үшін былай ғой, сен митингтарға барасың, ол жерге ішкі саясаттың адамдары келеді. Сен бір барасың, екі барасың, сені ұстап әкетеді, мысалы үшін жаңағы күшті құрылымдардың адамдары. Сен бір ұстайды, екі ұстайды, 2 рет, 10 рет барғаннан кейін сен олармен танисың ғой бірін-біріңді. Может, сөйтіп араласып кеткен адамдарды олар да сатқын ба сонда? Жоқ, былай. Олармен араласуға болмайды ма? Сондай адамдар мысалы сөйтіп араласып жүрген шығар, может, мүмкін солай араласып. Жоқ, біз білеміз оны. Оны енді бәрін атын атап түсін түс деп отырсаң, енді жаңағы
белсенділердің күресіне кедергі келтіргендей боласың. Бірақ нақты олардың не істеп жатқандығын, қандай шешу сәттерде, мысалы үшін білемін мен, адамдардың бірге бір жағдайларда сатқындық жасап кеткендерін де білеміз да, бірақ оны ашып айтпайсың. Әрқайсысын шаша беретін болсаң, онда қоғамда дені сау адам болмайды. Жоқ, мысал қараңызшы, мысалы мен үйімде інім, мысал үшін айтайын, інім аманатта жасайық дейді. Ал мен мына азаматтық қоғамның мүшесімін деп жүрмін. Сонда мен ана ініммен араласпауым керек пе, жауласып кетуім керек пе? Мысал айтайын. Жоқ, ол басқа мәселе ғой. Менің анау Қызылорда деген жерде менің бөлелерім бар, немере інілерім бар, кәдімгі акиматта жұмыс істейді. Енді ол туыстық қатынас қой, ол басқа нәрсе. Досың деп айтсаң, мысалы үшін, досыңмен араласпай кету керек пе дегенге болады. Мысалы мен досым аудандық зам әкім. Ал мен онымен жақсы араласам. Жоқ, бұл жерде қоғам белсенділері туралы әңгіме ғой. Жоқ, мысалы үшін былай ғой, қоғам белсенділері ше, мысалы үшін сен жаңағы әкімшілік ішкі саясатпен кездесіп, солармен шай ішіп жүрген адамдар, олар да өз-өзін ақтайды ғой. Сосын біз олармен келісіп, енді компромиске бару керек қой, сосын осындай нәрсе шешіп жатырмыз деген сияқты. Ол өздерінің жолдары. Айттым ғой, мен оларды жерден жерге салып жатқан жоқпын ғой. Бірақ мен өзімді олармен жаңағыдай бірге барып емен жарқын араласып шай ішіп ондай болмайды. Неге қорқасың ба? Жоқ, қорққан емес. Лас болмас үшін. Акиматтың адамдарымен, биліктің адамдарымен бірге отырмас үшін. Жоқ, енді қарашы, менің досым зам әкім дедім, онымен тойда кездесем, туған күнде кездесем, сонда мен туған күн деген басқа нәрсе ғой. Жоқ, тойға барамын. Досыңыз ғой. Жоқ, бұл жерде араластырмаңыз. Туыстық қарым-қатынаспен. Дос деймін. Достық қарым-қатынасты араластырмаңыз. Дұрыс па? Сондықтан ол қоғамда бар нәрсе бір-бірінен сақтану деген. Иә? Оны мойындау керек. Адамдарға байланысты. Бірақ жаппай жаңағы әлеуметтік желіде отырып алып, мына оңбаған, мына айтқан жоқпын ғой. Сатқындық деген сөзді қайдан шығарды? Соның түбін анықтайықшы. Жоқ, мысалы үшін былай ғой, сол сатқындық дегенде же енді бір сұмдық дүниемен айналысып жатқан, менің айтып отырғаным сол ғой, мысалы үшін енді үлкен бір партия болсаң айтсаң болады деген ғой, жаңағы бөліп алып кетті, біздің ішкі көкшеміміздағы дүниені біліп жатыр деген сияқты. Жекелеген белсенділер шамадан тыс кейбір кезде мысалы ойлайсың да, паранойя деңгейіне кетіп қалған сияқты. Ананы да жау көріп, мынаны да жау көріп, жау көргенде енді қорқып деген сияқты. Бар, иә. Солай бар. Ол дұрыс емес шығар деп ойлаймын. Мысалы ол дұрыс па? Жоқ, жалпы саясатта мынау біздің қоғам енді дәл сақ болған дұрыс қой, сақтанған дұрыс. Бел ортасында жүрмін ғой. Бел ортасында жүрмін. Иә, маған ұнамайтын дүниелер бар. Адамнан енді шектен тыс сақтану. Енді кім көрінген, анадан да қорқып, мынадан да қорқып, ана чатқа мына адамды кіргізбеңдер, ойбай, ана адамды кіргізбеңдер, біреу бір жерге баратын болса кім келеді деген сияқты. Кім қатысады, ана жеңге кім қатысады, ол қатысса мен қатыспаймын деген сияқты. Ол айтып мәселе, ол басқа мәселе ол. Шектен тыс сақтану. Иә. Негізі бірақ сақ болу дұрыс дейсің ғой. Әлбетте. Саясатта ештеңеден қорықпау керек, бірақ сауысқаннан сақ болу керек. Кіммен отырсың, кіммен кездестің, кіммен сөйлестің, кіммен ертең суретің шығып кетеді. Мысалы үшін кезінде 2016 жыл ғой деймін, 17 жылы. Ана Әміржан Қосанов пен Жанболат Мамайдың бұрышта тұрып түскен суреті бар. Екеуі сөйлесіп тұрған суретін Асқар Мамашұлы суретке салды да, просто оны алды дағына жай Фейсбукқа салды. Не деп сөйлесіп тұр деп ойлайсыздар деп. Ол кезде сайлаудың иісі де жоқ. Әміржан Қосановтың абыройы аспандап тұрған кез кәдімгі оппозицияда 20 жыл жүрген адам ретінде. Кейін соны қолданды да. Сондықтан қазір кіммен жүрсің, қандай адаммен жүрсің, соны қарау керек. Былайға қарайықшы. Сол кезде Әміржанмен түскен көптеген белсенділердің бәрі суреттерін өшіре бастады. 19 жылдан кейін. Зияны тисін, тимесін. Көрдік па, біреу сатқын деп айтса, біз соған ілесіп кетеміз де. Мысалы, Фейсбуктарда жаңа талқыланады ғой. Анау сатқан, мынау сатқан деп. Сосын дәлелді сұрайсың, қай жерден көрдің сатқан десең, анаяқта айтып жатыр ғой дейді. Мысалы, жаңа Жанболат пен Әміржан түскен фотодан кейін туындады ғой енді. Көптеген адамдар Фейсбуктағы фотоларын өшіре бастады. Ал шынында керек, Әміржан оларды сатпады мысалы. Сондай бізде паранойя бар негізі. Дұрыс қой енді сатқан адаммен мысалы үшін әбден саяси өліп болған адаммен суретін сақтағысы келмейді, ол жай ғана нәрсе деп ойлаймын, дұрыс нәрсе. Сосын жалпы енді бізде былай ғой, саяси белсенділер митингтерге шығады, аз болса да солар шығады ғой негізінен. Кейбіреулер өздері ұйымдастырады, кейбіреулер біреулердің ұйымдастырғанына барады, біреулер шақырғанына барады деген сияқты. Әртүрлі тақырыпта да. Енді сол белгілі бір оқиғаға байланысты шығады, біреу референдумға қарсы шығады, біреу сайлауға қарсы шығады деген сияқты. Сол мысалы үшін сол белсенділерде бір саяси амбиция бар ма?
сіздер де шықтыңыздар ғой жеке адам ретінде ше, бір ұйымның атынан емес, жалпы адамның өзінің бір белсендінің негізі жалпы саяси амбициясы соның қандай? Ол енді мына жоқ былай ғой, депутат болу керек па, оның саяси әркім қалай ғой, бірақ негізінде оның амбициясы қандай? Қоғамды өзгерту, жүйені өзгерту деген енді үлкен глобальный дүние ғой, бірақ енді кішкентай адамның әрқайсысының өзінің ішкі бір амбициясы бар да. Сосын белсенділердің ішкі амбициясы қандай сонда? Қандай болу керек жалпы? Олар енді әркімнің білім деңгейі әрқалай ғой. Біреу мектеп бітірген тек, біреу университет бітірген, біреу колледж бітірген. Енді саясаткер емес, саясаттанушы емес мамандығы ғой. Сәйкес енді саясатпен айналысушы мамандық сәйкес келу міндетті емес қой. Бірақ десе де да. Сосын сен митингке барасың, бір оқиғаға байланысты шығасың. Сосын ары қарата не? Оның амбициясы сонда қандай болу керек? Былай ғой, енді белсенділер қандай олардың амбициясы? Белсенділерді бәрін бір сотқа қойып тастау болмайды. Оның ішінде де мысалы мықты білімді азаматтар бар. Әркім өзінің әлеуетін білу керек қой. Біз кеше мына сайлауда көрдік қой. Әліпті таяқты білмейтін адамдар сразу парламентке барғысы келді. Мен қарап отырып күлдім да. Адам әлеуетіне, шегіне, анда барғанда не атқарылады, бажайлап қарау керек қой. Тек ана жаңа мажоритарлық сайлау берген екен де бізге сондай мүмкіндік берген екен де тұра шаппайды. Оған да баратын баспалдақтар бар. Мысалы мықты дейік, мықты бір институттың ректоры, профессор, кандидат дейікші. Сол адам азаматтық қоғамда өзінің құқығын қорғай алмай қалуы мүмкін. Ал азаматтық белсенді профессор болмаса да өзінің құқығын қорғай алады. Сондай кезектер болады. Сондықтан енді азамат белсенділерді, азаматтық қоғамдағы саяси белсенділердің бәрін бір сотқа қарап, әр адам болғасын енді өзінің ішінде жеке жүрген амбициясы бар. Қандай болса да, мысалы әкім болғысы келеді, біреу депутат болғысы келеді, біреу ешқандай болмай болса саяси ортада жүре бергісі келеді. Көрінеді. Бірақ кешегідей сайлауда тұра шапқанда да байқамай алды. Сіз сайлауға қатыстыңыз ғой, сізге тигізіп айтып жатқан сияқты. Енді қоғам белсенділерінің ортасында жүрмін ғой. Нақты шынайы сол жердегі жағдайды білетін адам ретінде айтайын. Қоғам белсенділерінің көпшілігі бұл бір амбиция үшін, бір лауазым, мансап үшін жүрген адамдар емес. Мен көбін білемін. Кәдімгі шынайы түрде мен олардың сөздеріне де сенемін, іс-әрекеттеріне қарап, барлығы осы елде өзгеріс болса екен. Соған мен өзім қостам екен. Маған ешқашан депутаттық та керек емес, маған лауазым да керек емес, маған өзгерсе болды, елімізде бір әділет қоғам орнаса болды деп жүрген адамдар өте көп. Солай. Процент неге шаққан кезде сол көп паз ба? Көп. Көбісі сол өзгеріске қарай. Көбі өзгеріс, ал бірақ кезінде болған, мен естідім, жақсы ақпарат, қазір ондай адамдар, жаңа мен айтқандай адамдар өте көп, бірақ кезінде мынау көше қозғалыс деген қозғалыс болды. Сол кезде олар өздерінің ішінен жаңағы премьер-министрді жаңағы Әбіләзов деп, одан кейін әркім өздерінің ішінен болашақ министрлер тағайындап қойған, министрлер өздерінің орынбасар тағайындап қойған, көзіттері Бесжан Төлеубекұлы деген белсенді жігіт бар ғой. Сол айтады да, сол кезде ғой 2020 жылдары пәленше мені өзінің жаңағы министр боламын, сен менің орынбасарым деп тағайындап қойды дейді. Солай өздерін сондай жағдайда ұстағандар болды. Сол кезде сондай болды. Ол енді өздерінің ұстанымы, өздерінің түсінігі. Бірақ мен қазір қарап отырғаным, араласып барлығымен жүрген кезде көпшілігі өзгеріс үшін. Ешқайсында бір алып бара жатқан амбиция жоқ. Бірақ жаңағыдай тағайындап қою, яғни сойылмаған өгіздің терісіне таласу деген мен болған Демпартияның қатарында ондай нәрсе болған жоқ. Барлығы анық болды, көрдік, біздің барлығымыз ортақ мүдде үшін күрестік. Менде мысалы үшін алға шығу, біреумен тайталасу деген әңгіме болған жоқ. Мен Исатай басшы, мен қосшы деп сол партияда Жанболаттың абыройы үшін, жалпы партияның ортақ мүдде үшін жүрдік. Сол кезде. Сондықтан ол көрініп тұрды, бәрі біледі, ел көрді. Сондықтан ал қазіргі, дәл қазіргі уақытта бәрібір өзгеріс бар екенін айтуым керек. Қаңтардан кейін ол биліктегі өзгеріс біз күткендей болмаса да, олар өзгерісті жасап, партия президент сайлауын өткізді, парламент сайлауын өткізді, мажоритарлық системаны енгізді, бәрібір бір серпіліс болды, қоғам белсенділері сайлауға қатысты деген сияқты. Ал қоғам белсенділерінің өздерінде де өзгеріс болды. Мен қазір мынау белсенділер деген бір чат ашылған үлкен. Сол жерде Біләштің де қолдаушылары бар,
Жанболат Мамайдың да қолдаушылары бар, Әбләсовтың да қолдаушылары бар. Өз бетімен мен ешкімді қолдамаймын деп жүрген адамдар бар. Әртүрлі. Және сол жерде келісім бар. Мына жерде ешкімді жамандамаймыз. Мамайды да жамандамаймыз, Әбләсовты жамандамаймыз, Біләшті де жамандамаймыз, Тұрғынбайды да. Жалпы жамандау деген болмайды бұл жерде. Анау сатқын, мынау сатқын деген әңгіме болмайды. Біреу кітаптан шығып кетіп баратса, неге шыққанын түсіндіріп айту керек. Болды. Барлығымызды ортақ мүдде, қандай да бір сот болса, қандай да біреу қамалып жатса, бірге баруымыз керек деген ондай келісім бар. Және ол келісім жұмыс істеп тұр. Қазір Әбеке, осы үрдіс, осы жаңа чат, осындай түсінік қаңтардан кейін пайда болды байқайсыз. Ол қаңтардан кейін болды, ол биыл пайда болды. 2023-те болды. Сен білесіз ба, қазіргі уақытта қозғалыс партиядан гөрі жекелеген адамдар, мен соған риза боламын. Топ-топ адамдар сотқа барады. Ешқандай қозғалысқа партияға қатысы жоқ. Ол енді мысалы үшін ол дұрыс нәрсе ма сонда? Ол өте дұрыс. Сол жаңағыдай жекелеген адамдардың сондай өзгеріске көп жеке адамдардың солай баруы. Дұрыс емес, ол жақсы нәрсе. Жақсы нәрсе ғой, иә. Жақсы нәрсе. Мысалы үшін сонда лидер керек емес қой, иә? Лидер, бұл сәт туғанда ғана лидердің өзі пайда болады. Жақсы. Ол лидерді ешкім танымаса, оның артынан адам бере ме? Негізі жалпы лидер керек емес пе сонда? Әр адам лидер ғой. Әр адам өзін лидер санау керек. Бір адамға қарай. Егер де онда әр адам бір жаңағы былай ғой, әр адам өзін лидер санайтын, сонда ол адам екі қошқардың басын бір қазанға сыймайды деп ертең әрқайсысы лидер болады. Мүдде бар. Әр адам лидер, ортақ мүдде бар. Соған жан-жақтан келу керек. Мен осы қаңтардан кейінгі мына. Негізі жалпы сонда лидер болмау қажет емес пе? Лидер болу керек шешуші сәтте. Әр адам өзінің лидер, мысалы, лидердің де жоқтығы бізде қаңтарда өте әсер етті, да? Адамдар бағындыра алмай қалды. Ал бірақ қазіргі сәтте мына әбден егер қаңтар қайталанатын болса тағы лидер болмайды ғой. Ешкім тыңдамайды ғой. Сол жерде біздерде қалай, біздерде менталитет бар ғой, үлкенді сыйлау деген мысал, бір жақсы адам, сөзбен адамды иіріп алатын адам, ол жерде лидермін деп ол дандайсымау керек. Просто айтқан жүйелі сөзімен халықты жұмылдырып бір нәрсеге жинау керек қой. Мен ойымша сол. Негізі сонда былай ғой, иә, мен түсінгенімше былай ғой, иә, сіздікі сонда лидерге жоқ, бірақ идеяға жұмыс бір үйім керек қой сонда, да? Үйімға бекіп топтасу керек қой. Ойым емес, ойым қозғалыс партия дейтінен мен өз басым байқап отырамын, шаршаған сияқты. Себебі қаңтардан кейінгі осындай үлкен қоғам. Шаршаған енді жоқ нәрседен қалай шаршайды? Жоқ қой. Жоқ, енді шабат. Соның кесірінен көрдіңіз ба? Соның кесірінен бір-бірімен қырқысты ғой, мысалы, көп азаматтар. Әлі құрылмаған, әлі тіркелмеген қозғалыс партияларының кесірінен бір-бірімен қырқысып, жақсы адамды да жаман қылып тастады, жаман адам жақсы қылып шығарып сөйтіп, ең соңында қаңтардан кейін түсінгендей болады. Мына мен қазір үлкен ағалар бар, апалар бар, білейін, риза боламын. Ана сотқа барады, мана сотқа барады, ешкімді жамандамайды, ешкімді қолдамайды, жаңа Абзал айтқандай. Өз-өзімен. Мен оларды ойлаймын, алға қарай, жаңағы алда болашақта партиялар туындайды ғой, тағы да бір туындауы мүмкін. Соларға кірмесе екен, дәл осылай жүре берсе екен деп ойлаймын. Мына азаматтық қоғам дейді сол. Әр адам лидер. Бізге лидер болып қазір тағайындап қойып, оған қарап отырып, бәрін шешетін ол көсем болып кетеді де уже. Енді көсемдік деңгейге көтермей-ақ лидердің маңайына топтасуға болады. Сондықтан айтып отырмын, әр адам лидер болды. Мен түсінемін де. Енді ол жаңағы қаңтардан кейінгі демес, биылғы жаңағы мен айтқан жағдай дұрыс па дедіңіз ғой? Ол дұрыс, керек және ол қуантатын жағдай. Оның нәтижесі де көрінді. Мынау әуежайды басып алу бойынша сот отырысы болды ғой. Екеуіңіз де қатыстыңыздар. Көптеген әртүрлі бірі-бірін иттің етінен жек көретін адамдар иық тірестіріп, Әйгерім сотына, Әйгерім мемлекет емес қой, ол 4 адам қатысты ғой, одан басқа, 5 адамның соты әуежайды басып. Сол сотқа барып қатысты. Оған тек қана сол кездегі бірігу ғана себеп болған жоқ. Ол жерде Әйгерімнің бүкіл топтармен жақсы мәміледе болғаны пайдасын тигізді. Яғни көрсеткіш болды. Өйткені Әйгерім ол жерде анау жаман, мынау жаман деген сөзге қосылған жоқ. Барлығымен бірге жақсы болды, барлығымен араласты да. 2020-дан бастап мен Әйгерім білемін ғой. 2019-дан бастап білемін, бірақ Әйгерім 2020-дан бастап бүкіл топтармен Зеуке деген белсенділермен жақсы қарым-қатынаста болды. Соның ол жемісін түрмеде кетіп барса да жеді. Сондықтан жаңағындай лидер дегенде былай. Неге солай болды? Мысалы үшін Жасарал Қуанышалин өмірден өтті. Жасарал Қуанышалин кезінде мынау Медет Арыстан деген Астанадағы белсенді жігіт бар.
Жанболат менімен бірге үйіне қонаққа шақырған үшін қолын теріс қайырып теріс батасын берген. Жасарал Қуанышалиевнен қорқып басқалармен араласудан қорқатын адамдар көп болды. Ананың көзі кетті. Енді жамандаған емес, бұл нақты жағдай болғасын айтып отырмын мен. Жаңағыдай ешкіммен араласпа, анау жаман, анау сатқын деп жаңағы теріс батасын беретін адам кетіп еді, ол адамдардың жанында жүргендерде араласа бастады. Мысалы үшін мен кезінде Фейсбукта комментарийде бір-бірімізді жаңағы жеп қоятындай отқан адамдармен қазір қол беріп амандасам. Иә? Біраздің жанында жүрген Бекзат Мақсұтхан дегенмен қол беріп амандасам. ДВК-да жаңағы өлермен болып жүргендермен қазір кездесуіміз. Бәрібір өзгеріс. Жоқ, может былайша, ол белсенділердің немесе ол бір адам ғой ол. Мысалы жаңағы сіз мысалға келтірген адамдар адам ғой, лидер болған шығар, иә, өзінің бірақ белгілі бір топқа лидер болды, көшбасшы болды. Бірақ ол адам ғой. Ол бір жаңағы сіз негативный жағын айтып отырсыз да, енді ол дұрыс емес жағы да. Мысалы анамен араласпа, мынамен аралас. Анау маған ұнамайды, сен сол үшін онымен араласпау керексің деген сияқты. Может бізде жаңағы азаматтық қоғам, біз басында бастадық қой, азаматтық қоғам, саяси белсенділердің трансформациясы өзгерді ме деген сияқты. Может сол лидерлердің да өздері өзгеру керек шығар. Лидер керек, бірақ ол өзгеру керек та. Ол жаңағындай сен бәріне диктатор болмау керек та ол. Может лидер керек, бірақ ол өзгеру керек. Бізде енді жалпы лидер көп қой. Әрбір топтың лидері бар, бірақ енді жалпы ұлттық анау халыққа үлгі боларлық, халықты ерте алатын енді ондай тұлға бізде жоқ. Өйткені жаңа өзің айтқандай, өз тобының лидері, жаңа диктатор болып кеткендер, анаған жолама, мынаған жолама деген сияқты. Бірақ жаңа қоғам белсенділері өзгеру үшін де сол әрбір топтың лидері болып жүргендер де өзгеру керек та. Яғни көрпені өзіне тарту, тоқтау керек. Жалпы жаңа енді белсенділердің саяси амбициясы туралы айтып жатырмыз ғой. Жалпы сонда саяси белсенділік пен осы саяси күрес екеуі бір ұғым ба? Сіздердің ойларыңызша? Иә. Онда енді амбиция болу керек қой, саяси күрес, саяси жаңағы белсенділікпен. Белсенді болып барып сен жүре бересің, саяси екеуі бір ұғым ба? Мысалы амбиция болу керек қой, мысалы саяси күрестің кез келген дүниенің енді бір мақсаты болады ғой. Жоқ, айттым ғой жаңа, әр адамда амбиция болады, ол тумысынан жазылған, ол ішкі дүниесі бар әр адам. Бірақ бұл мемлекеттік сен мемлекеттің саясатын өзгерту үшін азаматтық белсенді болып жүрсің, топпен үлкен жұмыс азаматтық қоғам. Бірақ сол билікке баруға әркім өз әлеуетін білу керек. Сөйтіп барады ғой. Ал кейбір адамдар өмір бақи азаматтық белсенді болып жүріп қалуы да мүмкін. Оның саяси күрес жолы сол ғана, иә? Мен мысалы өмір бақи құқық қорғаушы болып жүріп қалуы мүмкін. Себебі ертең бозторғай қой үстіне бозторғай жұмыртқалайтын заман туса да адам құқығы бұзылуы мүмкін. Мен осы бағытпен қала беруім мүмкін. Сондай бүткіл әркімнің өз миссиясы бар деген сияқты. Бірақ сонда да бізге берілген екен деп шыға бергенде болмайды да. Жоқ, саяси күрескерлік пен жаңағы саяси белсенділік деген бірге қарау керек екенін де едім ғой. Өйткені қоғам белсенділері, яғни саяси белсенділер, олар өздерінің сөзін айтқан үшін, митингке шыққан үшін, өздерінің пікірін ашық білдірген үшін ұрылып соғылып, айыппұл алып 15-20 тәулікке қамалып жатыр ма? Күрес жолы ғой. Күрес жатыр. Оның соңғы нүктесі оның бар депутат болу немесе министр болу, үкіметтің құрамына кіру емес шығар. Бірақ сол жолда күрес жатыр. Яғни ол жапа шегіп жатыр. Бірақ бізде мынандай ғой, иә, жапа шегіп жатыр, иә, қамалып жатыр, жаңа азапталып жатыр. Бірақ бізде мынандай ғой, саяси күрескер деп жаңағындай бір адамдар қайтыс болып жатса айтады, белсенділер бізде жай әшейін белсенді деп қарайды ғой. Саяси күрескер деп ешкім айтпайды ғой. Сонда бізде белсенділердің өзі дұрыс бағаламай жүрміз. Жоқ, саяси күрескер атау қойып алған бізде қоғам белсендісі. Бір жерге шақыратын болса да басқа бір нәрседе таныстырса да міне қоғам белсендісі деп азаттыққа басқа жерге жаңағындай сөзін беріп жатса, оны түсіріп артына жазып қояды. Қоғам белсендісі немесе саяси белсенді дейді. Немесе жай ғана белсенді деп жазып қояды. Сондықтан күрескер деген сөз жоқ. Саяси күрескер деп мен айта аламын, мысалы марқұм Арал Матабек, Қасен Қожахмет, Макс Боқаев, олар күрескерлікпен танылды. Күрескер деп айтуға болады. Бірақ бәрімізде жалпы азаматтық қоғамда билікті сынаған адамның бәрі жалпылама күрескер деп те есептеуге де болады. Саяси жүйені неге сіз олай ойлайсыз? Мысалы үшін өзіңіздің айтып Бекен Бейсарев жай ғана
мысалы Бесарев деген жігіт ол кісі осы уақытқа дейін қаншама рет қамалды, қаңтарда ұрылып соғылды, таяқ жеді. А неге ол күрескер емес? Міндетті түрде арнау темсақ өліп қалу керек па, әлде 5 жыл Макс Босаев отыру керек па? Жоқ, рас қой. Неге сіз оны төмен түсіресіз? Онда былай баға. Күрескер ғой. Жоқ, жаңа мен сол қойып отырғаным сол ғой. Мысалы. Сіздің өзіңіз соны айтып отырсыз да, мен жаңа адамдар, жекелеген адамдарды, кейбір адамдарды біз саяси күрескер деп бағалайды да. Саяси күрескер. Бірақ енді ол жаңа біреу 5 жыл отырды, біреу өмір бақи отырды түрмеде жаңа өмірінің соңына дейін. Біреу былай болды деген секілді. Бірақ енді аналар 5 жыл отырмаса да 15 күннен 20 күннен олар да отырып жатыр ғой. Оларда ара жігін ажырату деген нәрсе ғой, сол қойып отырған сұрағым. Олар да өзінің саяси күрескер жолы бар ғой, белсенділерінде деген. Екеуі сол егіз ұғым ба деп қойып отырған сол ғой. Саяси белсенділік пен саяси күрескерлік екеуі егіз ұғым ба? Жоқ, әлде екеуі екі бөлек нәрсе. Өйткені біз кейбір адамдарға күрескер деп айтамыз, ал аналардікі просто жай саяси белсенділік. Қалай солай әйтеуір саяси режиммен күресіп жүрген адамның бәрі күрескер, күрескер. Бірақ ойлайықшы, кейбір азаматтық белсенділер бар, мысалы, шын айтайын, саналы, сапалы пост жазады, бірақ билікті өлтіріп тұрып сынайды. Сонда оны күрескер деп айта алмаймыз ба? Ол әлеуметтік желідегі өзінің пікірін білдіруші адам. Ол митингке бармаса, сотқа бармаса, ұрлық соғылмаса, өзінің тыныш өмірін сүріп, бірақ уақыты қолы тиген кезде әлеуметтік желідегі парақшасына өзінің пікірін жазып қою, ол күрескерлік емес. Бірақ былай ғой, мен осы жерден мынандай сұрақ қояйыншы. Жаңағы қамалады, сотталады, ұсталады, 15 күн 20 күн. Соны сұрағым келгенде белсенділердің арасында бір атақ абырой, жаңағы сол қамалумен өлшенетін секілді бір түрменің заңы да анау. Көп жыл сотталған адамдар мысалы түрмеде авторитет болады ғой. Ананың осынша жыл сотталған деп айтады да. Бізде біз белсенділердің арасында 15 күн отырып келіп молодец, батыр. Біз мысалы съемкаларға барамыз ғой, түсіруге барамыз, біреу түрмеден шыққан кезде 15 күнге әкімшілік жазамен шығады. Сосын маңайында жүрген белсенділер айтады да, батыр дейді. Ол президент болатын адам, нағыз деп айтады. Бұл саған айтқан жаңағындай бір адамдар да. Сонда батыр президент болатын адам. Сонымен неғып мен айтайын да, неге ол сонымен өлшейді белсенділер? Ол жаңа мен айтқан әңгімеге байланысты. Менің айтып отырғаным сенің сұрағыңа байланысты болды. Яғни салыстыру. Ал бірақ 15 тәулік, 25 тәулікке қамалғандарды батыр көрмеу керек, оларды тіпті шулатпау керек дегенді мен бірнеше рет постымда да, яғни жазбамда да, эфирлерімде де айттым. Жоқ, батыр көру жарайды, батыр көру. Неге олардың арасында сондай психология бар деймін? Неге көзге солай көрінуі мүмкін, олай емес негізі. Жоқ. Белгілі бір адамдар бар шығар енді. Ақыл ойы самалы таяздау, бірақ сол қамалғанын керемет көрсететін, немесе жаңағындай кеудесін соғатындар болуы мүмкін да, бірақ мен неше рет қамалдың абзал? Қамал ерлік емес пе? Неше рет қамалдың? 6 рет. Бірақ мен ешқашан мен 6 рет қамалғам, сендер мені құрметтеңдер, мен кеткен кезде жолымды ашып қойыңдар деп айтқаным еш жерде ондай сөз қолданбаған. Және дәл сөйтіп айтқан адамда басқаларды көрген жоқпын мен. Мен керісінше әкімшілікке қамалған адамдарды керемет қылмау керек дедім. Тіпті Думан Мұхаммедкәрім қамалды бірнеше рет. Мен оны айттым сол кезде де. Бірақ қалай ол қылмыстық іс қозғалды, яғни түрмеге тар қапасқа қамалды, қашан шығатыны белгісіз, сол кезде мен оны қорғай бастадым. Ал 15-20 тәулікке қамалып шығу, ол байқаған кезде барып демалып келу. Жоқ, сондай қоғам арасында бар дейді, сондай түсінік, сондай дәрежеде өлшеуге бола ма? Бар ғой, өйткені сіз қараңыз, бұл жерде қоғам белсенділерінің барлықтар жүрген кезде енді бәрібір кемелденген, толыққанды саясаткер, ақыл ой толысқан адамдар емес, әртүрлі деңгей, бірақ өзін 15 тәулікке қамалғаннан кейін жұлдыз сезінетін, батыр сезінетін адамдар бар. Бірақ енді ол өздерінің міндеттенетіндер де бар. Мысалы мен айтайын, мен 15 күндікке қамалып не істеймін де, мысалы. 15 күн жоғалтамын ғой. Мен 15 күнде басқа бір кітап оқымаймын ба, или басқа бір... Жатып оқисың ғой. 15 күн болсын, тамақ келеді. Мен басқа бір 15 күнде атқаратын жұмыстарымды осында жүріп атқарып тастамайын ба деген. Жоқ, сіз кім ретінде айтып тұрсыз? Біз жерде құқық қорғаушы, сізге қамалудың керегі жоқ. Жалпы айтамын. Дәл сөйтіп ойлайтын белсенділер де бар. Иә, мен қамалғаннан 15 күн. Мен 15 күн белсенділікпен айналысқаным жақсы, өзімнің ойымды айтқаным жақсы деп есептейтін адамдар бар. Босқа оларға штраф төлеп. Қараңыз, мен ешқашан қамалғым келмейді. Мен ешқашан қамалғым келген жоқ. Кез келген адам қамалғысы келмейді. Оларда қамалайын деп қалмайды шығар. Иә, мен 16 желтоқсанда барып сөз сөйлеймін, жетпейін апарып қамайды. Назарбаевтың туған күнінде шығып, Назарбаев қанша диктатор деп айтамын, апарып қамайды. Бірақ мен қамасын айтқан жоқпын ғой.
бірақ қамайды, не істейсің енді? бірақ білдің ғой қамалатын. Сен ол жерге кетіп тұрғанда қамалатын. Басында білген жоқпын. Өйткені бірнеше рет біз кетингте ұстады, жіберді, немесе полиция басқармасына алып барады, кешке дейін ұстайды, немесе 3 сағат ұстайды, 5 сағат ұстайды, жібереді. Ешкім мен қамалайын, сөйтіп мен 15 тәуліктен кейін батыр болып шығайын, сөйтіп мен жаңағы өзіме артық жасайын деп айтатын ешкім жоқ. Біреулер бар шығар енді, бірақ ешкімнің ішіне кіріп шықпайсың ғой. Сондықтан көп көтіп бірақ шашу болмайды олай. Қамалмаған адамдар өйтіп әңгіме айтпасын. Жақсы. Бізге сұрақ қойып міндетіміз ғой. Жалпы қамалу, сотталу туралы айтып жатырмыз ғой. Қазір енді митинг деген сөз Ресейдегі жаңағы соғыс деп айтқан сөзбен тең ғой. Біреу митинг деп айтса болды, қамайды деген. Бізде ше соңғы уақыттар 15 тәулікке де қамалады, тіпті айлап қамалады, үстінен әртүрлі сылтау себептермен жаңағы қылмыстық іс қозғайды. Қазір отырған азаматтар да бар да. Жалпы енді сонда бұл күрестің, может, саяси күрестің мүмкін бұл тәсілін өзгерту керек шығар, саяси күрестің тәсілін өзгерту керек шығар. Әлі ол дұрыс, осы жолдан басқа жол жоқ. Дұрыс айтасың. Саяси күрестің тәсілін өзгерту керек, және өзгерткен адам сендердің алдарында отыр. Өйткені көздеріңе көріп тұрған дүние, халыққа көріп тұрған дүние, маған қазір де қамалып жүрген болатын еді да. Қамалғым келсе. Маған ол мәселе емес. Мен аламын дағына ертең митингке шығыңдар, Абайды ескерткішін алыңдар деймін. Айтамын, келесі күні мені қамайды. 15 немесе 25 тәулік барып жатамын. 25 тәулік бойы телефоннан дем аламын, бәрінен дем аламын, артынан әкелген тамақты жеп жатамын, кітапты оқимын, әдемі жақсы жасағанмын. Салмақ қосып шығамын керек болса даже. Уақытымен тамақ ішіп. Бірақ ол кімге абырой? Айтады мен шыққаннан кейін, о, молодец дейді, пост жазады, керемет мына жігіт дейді, батыр дейді, қатты айтты, сұмдық айтып тастады дейді. Бірақ одан гөрі ол қамалып, 25 тәулікке қамалып шыққаннан гөрі, маған 25 тәулікте 25 рет эфир жасағаным, немесе 25 пост жазғаным. Пост жазу мен эфир жасау ол да саяси күрестің тәсілі ме сонда? Тәсілі. Адамдарды қазіргі уақытта саяси ағартушылықпен айналысу өте маңызды. Сіз жаңа айттыңыз ғой, Абзал. Біреу үйінде отырып, жаңағыдай пост жаза салады, ешқайда шықпайды. Оны бірақ сіз күрескер демедіңіз. Жоқ, ол күрескер дегенде сіз ол кезде қалай айттыңыз сіз? Мынау саяси қоғам белсенділігіне мүлдем қатысы жоқ. Бірақ адамдар бар ғой, енді атын атап айтып ғой, көп адамдар бар, ешқашан алаңда көрмегенсің. Ешқашан айып болсаған көрмегенсің. Бірақ келген мәселеге өзінің қоғамдық пікірін осылай болып жатыр. Ол себебі алаңға бармайды, айыппұл арқаламайды жаңа сіз сияқты. Оны арқалағаннан гөрі жаңағыдай үйінде жатып пост жазған жақсы көреді. Жоқ, бұл өзгерістің сонда бұл жерге сұраққа байланысты жауап бердім ғой. Бағанағы сұрақтарды странияларға әкеліп жаңа қоғам белсенділігін айттыңыз. Қазір де бұл естілердің сұрағына байланысты қойып жатқан адамдар өзгерту керек жолдарын. Дұрыс па? Дәл қазіргі уақытта мысалы үшін халықты саяси сауаттандырумен, ағартушылықпен ол халықты бір жерге ұру емес мәселе, бірақ мынау былай деп ашып көрсетеді. Өйткені қазір қарап отырмыз, Думан Мұхаммед-Кәрім түрмеде. Қолдаушы тым аз. Қолдаушысынан бөлек ол мысалы үшін Думанның қазір түрмеде отырғанына оның бостандықта жүргенін пайдалайды. Қазір барып бір қабырғаға барып мүйізіңмен қайта қадала беру, ол сенің ақымақтығыңды білдіреді деп айтуға болады. Сондықтан заманың түлкі болса тазы боп шал деген сөз бар қазақта. Жағдайға қарай, сосын мен енді оны мақтанған емес, басқа емес, мен өзім күресімді 3 жыл бойы көрсеттім. Қамалдым, 6 рет қамалдым, ұрылып соғылдым, мені жаңағы көк көліктегі полицияда ұрды, собор киімдегілерді ұрды, азаматтық осындай киімдегі оперларды ұрды, ұрып көрді. Мені қазір бірде бір адам осы дүниедегі көзі тірі адам да басқа адам да маған Абзал сен қорқақсың деп айта алмайды. Бірақ мен өзімнің күресімді өзгерттім. Қазіргі уақытта мен шығу керек болатын болса шешу сәттерде алаңға үлкен мәселелер болса шығамын. Ал бірақ енді қазір әр нәрсені сылтауратып шығып жаңағыдай шығыңдар халық эфирім YouTube каналына шығып алып, Facebook'ына шығып алып айтып қамала беру. Сіздің қазір сол не ағартушылықпен жаңағы YouTube канал пост жазу сол ғой, саяси күрестің тәсілі. Одан басқа қазір Қазақстанда одан артық немесе одан өзге балама күрес жолы жоқ қой да. Қазіргі уақыттағы менің таңдаған өзімнің түскен жолым сол. Өйткені қоғамда қоғам мынадан шаршайды бәрібір. Өзің де шаршайсың,
қоғамда шаршайды. Тоқаев жаман, үкімет жаман, наместтердің бәрі түкке тұрмайды, Алматының әкімі жаман, көше бітіс болып жатыр. Осыны айта беру, мынау негатив сөздерден адамдар да шаршайды дағаны. Адамдар да қашан ашып қалсаң, ұрып кетті, жығып кетті. Мысалы үшін КТК деген телеарна бар ғой. Қашан көрсең біреу зорлап кетті, 5 жасар қыз зорлап кетті. Бірақ сіздің YouTube каналыңызда қазір сондай ғой. Жоқ, мына жерде сот болып жатыр, мына жерде бүйтіп жатыр, мына жерде дұрыс емес, мынау да дұрыс емес. Өйткені сот болып жатыр ма? Мен сотты көрсетемін. Иә. Дұрыс па? Оның жаңағы ақпарат таратудан не айырмашылығы бар мысалы үшін? Негатив ақпарат. Ол үшін менің эфирлерімді ашып қарау керек. Менің сөздерімді толық қарамаған адам екеніңіз осы жерде көрініп тұр. Жоқ, мен сіздер ол сөзіңізді айтып тұрған жоқпын. Мен бір адамды қарап жүрмін да сіздің ютубыңызды. Бірақ мынандай ғой, негатив деген дүние бар ғой, жаңағы адам енді анау сатқы, мынау жеп қойды деген бір бөлек әңгіме ғой. Бірақ енді жаңағы соттарды көрсету, тек қана сол жағынан көрсетесіз ғой сіз көрсетесіз. Мен енді ғана аяқ алысым, мен ғана басқан адаммын. Және менде қазір көптеген ойлар бар. Мен тіпті мынау мысал үшін айтайын. Мен қазір жақын арада ютуб анау өткенде постымда жарияладым. Үйде шағын үйдің бұрышынан жазып, менің бүкіл дүниені аралаған, барлық дүние аралап шық деп айтатын досым бар да. Аты жөні Шаттық Сәбитжан. Ол Қытай елінде туылған. Астанада тұрды, Алматыда тұрды, Кипрде тұрды, Американың біршама штаттарында тұрды, Түркияда тұрып келді, қазір Алматыда тұрып жатыр. Содан мысалы үшін сұхбат жасаймын. Кипрдің жақсы жағы, жаман жағы. Қазақстанның жақсы бәрі бітті емес. Мысалы Қазақстанда дұрыс жақтар да бар, дұрыс па? Түркиямен салыстырғанда. Түркиядағы бензин, жанармайдың бағасы қанша, бізде қанша? Түркияда бизнеспен айналысқанша, шағын кәсіппен айналысу оңай ма? Әрбір жаңағы. Бірақ енді бұл онда саяси бар нәрсе, жоқ нәрсе деп халыққа көрсету керек. Түсінікті. Бірақ енді бұл саяси күрес емес, онда бұл журналистика болады ғой, блогинг болады ғой. Жоқ, мен айтып тұрмын ғой, саяси ағартушылық. Халыққа барды, яғни халықты жаңағыдай немен шаршатпау. Яғни былай ғой, адам өз жүргізгеннен кейін өзіне сын көзбен қарау керек та. Мен 2019-ның күзінен бастап, қазір күз болды ма? 2023 4 жыл бойы күресіп жүрдік, көрсеттік, ұрылып соғуды, басқаны да көрсеттік, енді қамалуды көрсеттік, бірақ өзіне сын көзбен қарау керек қой. Яғни мен өзімнің мына аудиториямды, мен тыңдайтын адамдарды көбейтуім керек, оларға сапалы дүние ұсынуым керек. Бұрын Назарбаев жаман еді, қазір Тоқаев жаман деген оны айтылады, сын. Үкіметтің жаңа тағайындауларында жолдау жасалған кезде мен өз пікірімді білдіремін, ашық білдіремін. Қалай барды бар, жоқ деп. Бірақ мынау менің аудиториям әбден билікке өшіккен, менің мынау пікірімнің астына билікті боқтайтын, қарғайтын адамдар ғана емес, орта таптың өкілдері де. Бірақ мына жігіттің арнасында бүгін не шықты екен, қандай дүние шықты екен деп қарайтындай, бұл менің өзім таңдауым. Түсінікті. Береке, сіздің ойыңызша, бұл саяси күрестің несі ме? Тәсілі ме? Жоқ әлде? Жоқ, енді күрес бізде басқа одан басқа күрестің жолы бар ма? Соны сұрайын деген едім. Қаңтардан кейін де көрейікші, қаңтардан кейін ешқандай митинг болған да жоқ. Мен бәріміз YouTube канал ашып, бәріміз. Жоқ, мысалы үшін не себепті қаңтардан кейін митинг болған жоқ? Халық дайын емес пе? Халық дайын емес деп айтуға болмайды. Кішкене үрей қалып қойған сияқты. Сосын митинг дегеннен де қоғам шаршады. Мен солай түсіндім. Бізде адамдар мысалы үшін айтады да, осы саяси белсенділікте жүрген, оппозицияда жүрген азаматтар айтады ғой, халық қоғам дайын емес, саяси сауатын көтеру керек, ағарту керек деген сияқты. Қоғам енді қоғамның шикі тұстары да болады, но бірақ қаңтарда біз көрдік азаматтық қоғамды кезіндегі жылдарға қарағанда қаңтарда қандай болды. Бірақ қаңтардан кейін халықта үрей болды ма, қаңтардан кейін әлде өзекті. Жоқ, онда былай деп қояйыншы, сұрақты ше. Мысалы үшін біздің қоғам өзгеріске эволюциялық жолмен дайын ба, жоқ әлде революциялық жолға дайын ба? Эволюцияға да дайын емес, революцияға да дайын емес. Не себепті деп ойлайсыз? Себебі мына біз айтып отырмық қой, саяси институттар жоқ, ағартушылық деп жатыр. Абзалдың бір ғана каналы ағартушылық. Бүкіл Қазақстанда абзалдың ғана каналы емес қой, басқа адамдар істеп жатыр деген сияқты. Деп айтасың, абзал өзі деп айтады, ағартушылық дайын. Жоқ, енді ол енді бүкіл жалғыз менімен деп айтқан жоқ қой. Ол да бір саяси институт қабылдайды. Сондай бір азаматтық қоғамды бір дайындайтын эволюция болмаса революция. Екеуіне де дайын емес қой да, сонда сіздің ойыңызша, иә? Ешқандай екеуіне де дайын емес. Себебі халықта үрей басын деген. Сіздің ойыңызша екеуіне де дайын емес пе?
халықтың неге дайын екенін енді жаңағы қаңтардан кейін митингке халық шықпай қалады деген сөз ол бір қорқудан емес, ол бір енді үлкен сондай жағдайдан кейін саябырсып қалуы бұл заңдылық кез келген елде. жоқ енді ол қоғамдық травма ғой. Иә. Сондықтан енді халықты жерге ұрғым келмейді, жаңағы қорқып қалды, үрейленіп қалды деп. Жоқ, мен қорқып қалдым. 2011 жылдан кейін Жаңаөзенде 2020 жылдан кейін бәрібір көтерілді ғой. Бәрі көтерілді. Сол сияқты бізде де енді оған уақыт керек. Екеуіне де дайын емес пе сонда? Халық неге дайын емес? Екеуіне де дайын ғой, иә? Екеуіне дайын, кез келген жағдайда. Мысалы ретінде негізі қазіргі уақытта бәрібір Тоқаевтан үміт күтіп отырған халықты фильммен араласасың ғой енді. Бәрібір Назарбаев емес қой. Бәрібір нәрсе істейді деген үмітті адамдардың бар екенін мойындау керек. Менің ойымша, мысалы үшін халық эволюциялық жолға да, революциялық жолға да екеуіне де дайын сияқты. Иә, айттым ғой. Мысалы үшін былай да екеуіне дәлелдерді айту керек қой адам. Иә, дайын деп отырып айта салғаннан қарағанда ше. Иә. Сол үшін дәлел ретінде Әміржан Қосанов 2019 жылы президент сайлауына қатысқан кезде соның маңайына азаматтық қоғамның өкілдері, студенттер топтасты да. Оған ешкім ақша төлеген жоқ, тәуелсіз бақылаушы болып барды, кейбіреулер тіпті ұйым болып өздері барды, жиналып ше. Енді шамалары келгенше қорғады, ол эволюциялық жолға дайын екенін сол кезде дәлелдеді. Тек қана осы оппозицияда жүрген, азаматтық қоғамда саяси белсенді болып жүрген адамдар сатып кетті. Сол адамдардың үмітін ақтаған жоқ. Қанша адам барды Қазақстан бойынша. Соған дауыс берді, бірақ дауысын қорғаған жоқ деген сияқты. Ал революциялық жолға деген кезде қаңтарда шықты тағы да халық. Сосын қаңтарда шыққан кезде оған да ие болған жоқ та азаматтық қоғамның өкілдері. Шықты, қырып тастады, атып тастады, арандатушылар кірді. Енді әркім әртүрлі айтады ғой, не болған бұрылай кетті. Екеуіне де дайын да бізде. Сонда бізде енді айланып келген кезде, қайтадан айланып келген кезде жаңағы азаматтық қоғамы белсенділер трансфер, ол қоғамның талабына билікпен қатар азаматтық қоғамның да саяси белсенділер, оппозицияның өзі де дайын емес пе сонда? Иә, или олай емес пе сіздердің ойларыңызша? Енді олар екі вызов келді, екі кезеңде. Анау бейбіт, енді қаңтар оқиғасы кезде бейбіт болды ғой, басында просто арандатушылар келді, арандатушылар арасы сосын осындай болды. Енді оны бір Құдай біледі не болған ше. Алдағы уақытта тарих жаңарар, билік ауысар, күйеу ауысар, сол кезде белгілі болды. Бірақ екі мысалды келтірсеңіз, халық дайын да. Ана кезде шығып дауыс қорғауға да дайын болды, бақылады, жанды салды, бірақ анандай болды. Ана кезде мынандай болды, тағы болған жоқ. Сонда саясатпен айналысып жүрген адамдар, белсенділікпен айналысып жүрген адамдардың өздерінің істеп жүрген ісінде жауапкершілік жоқ сияқты бізде. Халық өзің айтқандай әрқашан дайын, екеуіне де дайын. Жаңа 2019-да қалай болды? Назарбаев кетті, иә, орын босатып берді, ана тағайындап кетсе де Тоқаевты 19 жылы, 19 наурыз күні. Сол кезде халық Назарбаев кетті, міне, енді өзіміз мына Тоқаевқа қарсы адамды, оппозиция жүрген адамды жаппай қолдауымыз керек деп, өздері плакат шығарды, өздері жаңағы жанар-жағармай құйып елді аралады. Қосанов та басқа да ешкім оған ақша төлеген жоқ, олигарх та ақша төлеген жоқ, өз күштерімен істеді барлықтарын. Бірақ жаңағы айтқандай оппозиция өкілдері сол кезде оны пайдаланған жоқ. Иә? Жаңағы былай ғой, қаңтарда солай болды. Халық тағы да дүркіреп шықты, иә, революцияға дайын екенін көрсетті. Дәл қазір де солай. Революция деп шыққан жоқ қаңтарда. Қаңтарда революция. Немене сұрасыз? Шықты халық, енді қалай болып шығады халық? Халық революция жасайын. Қажығаннан шықты. Қажығаннан кедейліктің шегіне жеткеннен кейін шықты. Біздерде халық бірден революцияға бармайды. Жоқ, революция болғанда жоқ, қаңтардың мысалы үшін революция қалып көрсеткісі келген биліктің өзі. Арандатушыларды, бандиттік топ, арандатушыларды енгізіп, қиратып, атып, қырып, соны революция сияқты жасағысы келген билік. Керісінше билік қаңтарды жай ғана оқиға деп есептейді. Революция деп жүрген көтеріліс деп ең бірінші азаттық революция жасалды, халық жалпы солай мойындады, бәріміз солай есеп айтып жүрміз да. Ал бірақ қаңтарда халық сол өзгеріс үшін шықты. Өзгеріс? Биліктің ауысуы шықты. Міне кетсін Назарбаев, кетсін, қайдан сайлау өтсін, әділет қоғам құрсын деп шықты. Сондықтан халық әрқашан революцияға да, эволюцияға да дайын. Сіз ойыңызша солай, дайын ба сонда? Жоқ, дайын емес. Дайын емес дейсіз. Дайын емес деген жаңағы мысалы үшін сіз дәлел келтіріңізші, дайын емес деген кезде мен мысалы жаңағы айттым ғой, осындай біз ана кезде былай шықты, былай кезде былай шықты. Біз енді қалай деп айтсақ, бізге енді революция ол енді қирату, төңкерумен келетін нәрсе. Біздің халық ондайға бармайды ғой.
біздің халық ешқашан өзінің тұратын жерін қиратпайды даже. 2016-да көрдіңіздер ме, мына ең Қазақстанда ең ірі митинг. жоқ енді жарайды, революцияға дайын емес шығар, иә, бірақ енді эволюцияға дайын емес шығар, жарайды. Ол революцияны ешкім қаламайды ғой, біз де қаламаймыз. Бейбіт жолмен ауысқанды биліктік жақсы. Революция көрдік қой енді Қырғызстанда неше түрлі нысандар бар ғой, кейін арталақтап бастады. Ал енді эволюциялық жолмен дайын де, жаңа 2019-да өздеріңіз айтқандай бізде мына саясаткерлердің өздері бірігіп кетті ғой. Сонда біз эволюциялық соны сұрап отырмын ғой мен. Жолмен бізде келгенмен көрдіңіз бе, оны пайдаландыра алмады. жоқ, мен соны сұрап отырмын ғой, саяси белсенділер, мысалы үшін саясаткерлер, енді билікте жүрген емес, оппозицияда жүрген, азаматтық қоғамда жүрген адамдардың өзі сонда істеп жүрген жұмысына, халыққа айтады, транслировать етіп айтып жүрген мессенджерына өзі жауапты емес қой, сонда. Жауапты болса неге сол кезде халыққа өзінің артынан ерген халыққа не істемеді? Азаматтық белсенділер, олар қайсысына да дайын. Бірақ 2019-да Назарбаев келіп, Тоқаев келгенде Әміржан Қосанов сатып кеткеннен кейін 5000-дап адамдар қамалды мысалы. Бірақ сол кезде саясаткерлер, ел бастайтын ел ағалары бірікпеді. Енді демек эволюциялық жолға да дайын емес сол адамдардың кесірінен де ығысып салуға болмай ма? Мүмкіндік жіберіп алдық қой. Ал енді эволюциялық мен келдім, сен билікті бере қойды, ондай қазір Тоқаевтың билігінен күте алмаймыз. жоқ, Тоқаевтың билігінен емес, кез келген билік ол мен келдім бермей ғой. Ал бірақ не ғой, жаңағы оппозицияның азаматтық қоғамда да эволюциялық жолмен өзгерткісі келетін адамдар болды ғой. Мысалы үшін екі сайлауда екі адам оппозиция ортасынан билікке барды. Қос биліктің кезінде Айдос Сарым оппозицияның бел ортасында жүрді ғой. Ермат Бапи кеше Тоқаев жеке дара билік құрған кезде келісті, барды, іштен өзгертпекші болды. Бірақ барды да екеуі де жаңағы ойлап қара. Кімді қарайықшы, Айдос Сарымды қарайықшы. Айдос Сарым билікке барғанға дейін ол мына әкімдіктің қоғамдық дамыту басқармасының штаттан тыс. Қалай болмасын енді ол оппозицияның бел ортасында жүрген адам ғой. Кезінде деп айтты. Кезінде жүрді ғой. Сосын билікке барды. Билікке барған кезде ол уже азаматтық дамыту, ішкі саясаттан барды деп айтайықшы. Жоқ, бәрі оппозициядан барды. Оппозициядан барды. Енді былай ғой, қайдан барса да айтып барды ғой. Осы келесі мендегі сұрақты осы жөнінде талқыласақ па деген. Негізі жалпы оппозицияда жүрген адамдар енді Ермат Бапи барды дейді, Айдос Сарым барды дейді, басқасы барды дейді. Негізі осы оппозицияда жүрген, саяси белсенділікте жүрген адам ымырасыз күресу керек пе? Жоқ әлде кейбір белгілі бір жағдайда билікпен компромиске барып сондай қадамдар жасау керек. Адамның өзінің ұстанымына байланысты. Мысалы үшін жоқ, қайсы дұрыс? Осылай қойыншы. Мысалы үшін сен өмір бақи ымырасыз күресіп өткен дұрыс па? Пайдалы ма? Жоқ әлде? Жоқ, ымыраласу деген не қалай? Біз білеміз ғой сайлауда енді адам. Ымыраласу қалай? Айтып тұрмын, мен сол сұрақты енді аяқтайын да. Былай ғой. Сен сайлауға барған кезде, мен міндетті сұрақ қой ғой. Сайлауға барған кезде адам, бізді сайлау қалай өтетіні белгілі ғой. Сен келісесің ғой енді. Осындай олар административный ресурсын қосады, сосын саған көмектеседі жеңуге ше. Енді сен сол келіскеннен кейін барып тұрсың, сен өзің жеңіп барамын деп айтпайсың ғой. Өзің барсаң сен өтпейтінін білесің. Сосын келісімге барасың. Мысалы үшін айтып тұрғаным мен, аманасыз күрес дұрыс па билікпен? Қазіргі жүйемен, жоқ әлде белгілі бір жағдайда компромиске барып. Жеке мен көзқарасын тап тұрсың ғой. Қоғамға баға беру емес адамдарға. Жеке өзің ұстанымың, сосын мына қоғамға қазіргі жағдайда қайсының пайдасы көбірек тиеді? Мен түсіндірер едім ымыраласқан адамдарды. Егер қазіргі жағдай маған сабақ болатын болса, мына қараңыз. Айдос Сарым ымыраласты, барды. Билікке барды да қаңтар кезінде не істеді? Халық оғатылып жатқан кезде Тоқаевты момын деген адамдар оттаған деген сөзді айтты. Еліріп тұрып, желпініп тұрып. Таза енді картоп жарып деген сөз. Ал енді Ермат Бапи барды, жарайды түсінуге болатын еді, жарайды келісті, бір нәрсе өзгерткісі келді, басқалар араласқысы келді деп, қолынан бір ішінен барып бір өзінің деңгейінде бір әрекеттер жасауға барды деп түсінуге болатын еді. Бірақ барды дағыны Тоқаевты бүгінгі күннің батыры деді. Ең болмаса үндемей қалуға болатын еді. Барды дағын Тоқаевтың халықтың алдында жаңағы керемет қылды.
саналы түрде, ол бір қызбай сөзбен емес, солай өзінің талантын біліп тұрып айтты, иә. Бірақ ол қазір немесе жаңағы Әйгерім Тілеужан сияқты, Думан Мұхаммед сияқты өзінің кезінде бірге жүрген азаматтардың бостандығы үшін де бір қатты бір күресіп жатқанын байқамайсың. Басқа мәселені қаңтардың шындығын ашып қоя қойсын, Тоқаевтың жаңағы 20 мың террорист деген жалған сөздеріне байланысты оны бір жауапқа тартамын деген сөздерді айтып қоя қойсын. Өзі бірге жүрген адамдарға қолғабыс жасай алған жоқ. Ал Ринат Зайытов деген де бар, мысалы үшін. Ринат Зайытов партиялық тізіммен барды, Ермат мажоритарлы системамен барды, екеуі де бірақ келісіммен барды, иә. Бірақ екеуі де қолынан түк келген жоқ. Ал солардың қолынан түк келмегенін көріп отырып, мен билікпен ымыраласқан дұрыс деп айта алмаймын. Егер түсінемін, егер жоқ енді Ермат Ғапи айтып жүр ғой, жаңағы саяси тұтқындарды босату туралы мәлімдеме жасап жатыр, сырттағы қай мәлімдеме жасады? Парламенттің отырысында жасады. Айқайлап тұрып мәлімдеме жасап талап еткен жоқ қой. Парламент отырысында мәлімдеп тұр, соларды айтты ғой жаңағы. Ол кезінде ғой, ол Намазбаев пен Марғұлан сондай бір аты шулап тұрған адамдар емес қой. Думан туралы, Әйгерім туралы осылай міне, берік ашылып қайда? Парламентке келсін. Неге Әйгерімді діни экстремистік ұйымның мүшесі дейді? Қай жерде айтты? Шақырайық ана бас прокурор деп айтқан сөзінде бар ма? Ермат Ғапидің, ал оның құзыреті бар. Жоқ, ертең айтсашы. Ертең айтатын болса не істейсіз? Айта алмайды ғой. Жоқ, айтса не? Айтса дұрыс деп ойлайсыз ба? Айтса, оны қолынан бір нәрсе келді деп айтты ғой. Бірақ мен айтасыз ғой деп сөйтіп та сонда. Келісесіз ғой да сонда, онда егер де айтатын болса ше, Әйгерімді айтатын адам дұрыс айтатын еді. Жоқ, енді айтатын болса деймін. Айта алмайды. Мен біліп тұрмын ғой. Өйткені барлықтары байлауды баспақ. Ымыраласқан адамдардың барлықтары белгілі бір шеңберден шығып кете алмайды. Сол себепті менің жеке ұстанымым билікпен ымыраласудың ешқандай жоқ та. Мен де түсімде былай деп айтайын. Ымыра деген ол келісу, ол сенің дұшпаныңмен, жауыңмен келісу. Мен ондай қаламаймын. Солардың ережесін ойнау ғой. Мен бару керек, азаматтық қоғамнан адамдар барады, тек қана әділ сайлаумен. Әділ сайлауды жасайтын кім? Әділ сайлауды жасайтын тәуелсіз сайлау комиссиясы, одан қоғам өкілдері білу керек арасына. Жоқ, бізде ондай жоқ қой. Сөйтіп бару керек. Қазір жоқ қой ондай нәрсе, оның тіпті иісі де шықпайды ғой. Ондай нәрсе жоқ екенін көріп тұрмыз. Мен сайлауға барып дауыс бермейтінім де сол. Демек, ымырамен баруға мен түбегейлі қарсымын. Сонда адамдар осы бағытта қамалып, ұсталып, сотталып, алаңға шығып, 200 адам солай жүре беру керек пе өмір бақи? Ымыра деген көріп отырмыз, ымырамен барған адамдардың сұхбаттарын. Өйтіп өзінің осыншама жинаған абыройын төгіп тастады ғой. Кім екенін қазір тіпті айтуға келмейді. Ол кім болды бұрын? Соны мақтаймыз қазір, кейбір адамдар бар, соны мақтайып жүрген жолдарын алға тартады, соны бетке ұрады жаңағыдай. Болды, ол адам уже ысырып тастаймыз ол қоғамның бірақ адамдар бар ғой, бізде жаңағы ол адамдарды да жақтап қолдап айтатын адамдар бар ғой. Сол үшін олар дұрыс болды, бала жақта жүре бергенге қарағанда ана жаққа барып айтқан дұрыс, қашанға жүре береді, ішінен өзгерткісі келген шығар деп ақтағысы келетін адамдар бар ғой. Енді қазіргі тірескен жүйені мүмкін олардың ойлары солай болар, іштен ірітпесек былай іріте алмаймыз деген. Жекелеген адам, мен өзім жеке басыма айтып отырмын, мен ымырамен барғанды қаламаймын. Ішінен жаңағы істеу өзгерту мүмкін емес деп ойлайсыз ғой да? Қазіргі уақытта болмайды, но жайлап сетінетуге болады, но бірақ қазір емес. Келесі парламент сайлауында, одан кейінгі парламент сайлауында. Біз келесі парламент сайлауына барасыз ба? Жоқ, көреміз оны, бірақ енді бүгін парламент сайлауына қатысу ымыраласу емес қой. Бірақ енді оның да қазіргі былай ғой. Мен мысалы ымыраласу емес қой, бірақ сен ойын ережесіне қабылдау ғой. Мен бағынбаймын ойын ережесіне. Жоқ, қазіргі қалыптасқан ойын ережесін қабылдау ғой ол. Ымыра деген сол сен де орталық сайлау комиссиясының кім тағайындалып кімдердің отырғанын білесің. Дауыстың қалай саналатынын білесің. Нәтиженің қалай екенін білесің. Бірақ билікпен келіскен жоқсың да сен. Өтесің гарантия деген келіспеймін. жоқ, енді сол мен қалай ғой былай айтайын да. Ымыраласу емес қой, білемін ғой. Бірақ осы қалыптасқан жүйенің саяси ойын ережесіне келісу ғой ол да. Онда сен мүлде бойкот жайында да отырмайсың. Ойлап қараңыз, сен осы елдің азаматысың. Тоқаев президент емес деп. Олай айтып жүрген адамдар бар. Президент қой бәрі. Айтып жүрген адамдар бар. Президенттің сен қойып бергенмен осы парламенттің қабылдаған заңын өмір сүресің. Мен жоқ енді сол айтып тұрмын ғой, қатысқан. Бәрібір сен осы елдің азаматы болғандықтан сен ол Тоқаевты жаңа айтамын сөзімде, ол халық сайламаған, оны тағайындалған президент өзі тағайындаған деп. Бірақ сол басқадан елді өмір сүріп жатыр, онда мен елден шығып кету керек.
Оны ол ойын ережесін қабылдау емес қой да сіздің ойыңызша. Жаңағы сайлауға қатысу ма? Иә. Жоқ. Неге? Неге деп мен сұрақ қояйыншы, неге? Неге? Айтып тұрмын ғой мен. Сайлау тағайындалды ма? Иә? Сайлау уақыты белгіленді ма? Оған барып қатысу ойын ережесін мойындау емес. Неге сол орталық сайлау комиссиясы екенін біліп тұрсын, мажоритарлық 30 орын тағайындады, 28-і өздерінің партиясының атынан түсті, сонда 2-ақ орын қалды. Сол 2-ақ орынға сіз үміттеніп бардыңыз ба? Үміттенген жоқпыз. Не үшін? Өйткені көрсету керек болды. Көрсете алатынымыз былай. Сайлауға өмір бойы сайлауға қатыспай, мыналар жаман деп тікелей президент әкімшілігіне маған ымыраласуға ешкім келген жоқ дегенсіз. Иә. Бірақ сіз соны күттіңіз, орталық сайлау комиссиясына ойластырған ойынына кіріп, олардың келуін күттіңіз, демек олар сізге келмеді. Дәл қазіргі жағдайда, мен алдағы уақытта туралы сосын жауап беремін. Дәл қазіргі сайлау кезінде, наурызда өткен 2023 жылы, ол кезде біз ұйымның ортақ шешімі бойынша түстік. Иә, мен ол кезде демократиялық партияның қатарында болдым, және сол жерде біз осы сайлауға қатысуымыз керек деген ортақ шешім. Дұрыс па? Мысал үшін айтайын, осы уақытқа дейін қанша мәрте митингке шықса, осы партияның қатарында қанша мәрте қамалсам, ол бір менің жеке қалауыммен, тек қана жеке жаңағы ішкі қалауыммен жасалған дүние емес. Ортақ шешілдік, міне, осы күні біз АЭС-ке қарсы митингке шығуымыз керек, осы күні біз жерге қарсы митингке шығуымыз керек, біз топ ретінде шықтық. Сайлауға да дәл солай көпшілік дауыспен сол сайлауға қатыстым. Ал келесі сайлауға қатысатын болсақ, сол кезде сұрақ басқаша болады. Ол ойын ережесін қабылдау. Құтылуға болады екен. Құтылуға болады әрине. Ол мен көзі түрі сол адамдар, Жанболат та, басқалар да көзі түрі, мен сол кейін сайлауға осы қатыспай қойын деген сөздерді айтылды. Ол адамдардың көзі түрі. Жауапкершілікті біреуге арта салу емес пе? Біреуге емес ол ортақ шешім. Айттым ғой, митингке шыққан кезде міне, митингке шығайық деген ортақ мүдде болды. Ол жерде мысалы үшін бір адам ғана отырып немесе жаңағыдай митингке шығамыз ба, кеттік, қай күні шығамыз. Жалпы қазір былай ғой, онда былай деп қояйыншы сұрақ. Мысалы үшін онда сайлау осындай, сайлау комиссиясы, орталық сайлау комиссиясы осы қалпы қалады, өзгеріс жоқ. Сайлау учаскелердегі жаңағы жергілікті аймақтық сайлау комиссиялары да осылай болып қалады. Бірақ алдағы уақытта сайлау өтсе тағы да қатысасыз. Ол мәселе, үлкен мәселе. Мен айтқан жоқпын ғой, келесі сайлауға қатысамын деп. Мына сайлауға да келген кезде мен сайлау өтеді екен, мен қатысамын деген мәлім жасаған жоқпын ғой. Қатыспауым мүмкін. Мен дәл қазір, сенсеңдер де, сенбесеңдер де, маған дәл қазір қатысу ниетім жоқ. Дәл қазір, өйткені оған уақыт кетеді, қаржы керек, және жаңағыдай бір нәтижесі болуы мүмкін. Жоқ, енді 5 жылдан кейін болады ғой, күн ертең. Білмейсің ғой, ол кезде өзгеріс бола ма, болмай ма, дәл кешегі сайлау өтетін болса. Қатыспайсың. Иә, қатыспауым мүмкін. Сайлауға қатысу, сіздің ойыңызша сайлауға қатысу ойын ережесін мойындау ғой, иә? Мойындау, сол ойынға бағыну. Көріп тұрсың ғой сенің нәтижесін қалай болатыны. Сен дауысыңды ұрлайды, сені ойнап, сені лақтырып тастағандай болып тұр, сен соны сезіп, осознанно барып тұрсың ғой. Содан кейін әділетсіз болды деп айқай шулайсың. Реке, сен оны біліп тұрсың ғой, әділетсіз болады. ол сіздің жеке ойыңыз. Мен ойыңызға қатысты айтайын. Мысалы үшін, біз демократиялық партия болдық, сайлауға жаңағы бойкот жариялап жүрдік, баста істеп жүрдік, жаңағы митингтерге шығып жүрдік, бірақ халық бар, иә? Айтады ғой, бәрі халық, осы Қазақстанның халқы, мыналар осы уақытқа дейін сайлауға бойкот жариялады. Жарайды. Олар не деді? Мысалы үшін, біз не дедік? 2021 жыл 10 қаңтарда партияларды біз тіркеген жоқ. Мына жерде тек қана партиялар ғана қатысады. Яғни бізде қатысу мүмкіндігі жоқ. Бізді қатыстырмай отырып, иә, тізімге енгізбей тұрып, бюллетенге бізді енгізбей тұрып, өздерінің қуыршақ партияларын қойған үшін біз қарсымыз деп 10 сағат алаңда тұрып, кеткенде тұрып, жаңағы табаннамыз өтіп. Ал енді 2023-те 30% болса да, иә, 30% болса да, мажоритарный система, яғни міне, кім қатыса алады, мен қатысып көріңдерші деген сияқты. Сол кезде өзіңнің қатыса алатыныңды, яғни сайлау кампаниясын өткізе алатыныңды көрсете алмайды. Тағы да кезең кері тартып отыратын болсаң, халық айтады да, бұлар мынау да ұнамайды, бұлар сол әйтеуір тек қана шуылдауды ғана білетін адамдар деп есептейді. Және соны билік солай көрсетеді. Міне, көрдіңдер ма, кезінде сөйтіп шулап еді,
енді былай бермек тағы шулап жатыр, бұларға ештеңе жақпайды деп көрсетеді биліктің боттары. Сондықтан саяси күрес ол әдіс тәсілді пайдалана білу. Мүмкіндікті пайдалана білу, ұсынуға мүмкіндікті. Ана кезінде айтқандай, парламент есігін ашты, компромисске отырамыз дегенде көп түсінсеңіз. Ондай емес. Дәл сондай. Олай емес. Жарайды. Сіздің пікіріңіз ғой. Менің пікірім. Әркім өз пікіріне Мен айтайын, азаматтық қоғамға да айтайын. Бірінші орталық сайлау өзгеру түбегейлі. Тәуелсіз орган болу керек. Орталық сайлауға қоғам өкілдерінен азаматтар кіріп жасақталу керек. Мажоритарлық жүйе 50% болу керек. Енді былай ғой, осы идеальный дүние ғой, андағы идеальный дүние. Біз біраз әңгіме айтып тастадық, соңғы осы керек деген әңгімелерде оны айтып жүрміз да. Жоқ, солай айтайыншы. Былай айтайыншы, енді соңғысын түйіндегі қанша біраз өзі талқылап тастадық. Адамда позиция айтып тастадық қой, айтып тастадық. Дұрыс қой. Позицияны айналған жоқпыз ғой. Енді былай ғой. Жоқпыз ең басты. Бірақ әдіс тәсіл деген бар. Сіз құқық қорғаусыз. Енді былай ғой, сіз айтып жатсыз ғой, мысалы үшін орталық сайлау комиссиясын өзгерту керек, сайлау туралы заңды өзгерту керек, жалпы жүйені, жалпы өзгерту керек деген сияқты нәрселердің бәрін айтып жатсыз. Енді осының бәрін өзгерту үшін не істеу керек? Вот біз қарайықшы, мына сайлаудан кейін сайлау болатынын ұмытып кетеміз. Біз сайлауға мына Тоқаев жариялағаннан кейін ғана барып ат шығамыз. Ойбай сайлау олайын деп жатыр. Ой сайлау заңын өзгертейік деген адамдар болды. Сен уже жаңағыдай бір 40-45 күнде сен сайлау заңын өзгертпейді. Сондықтан мына сайлаудан мына сайлауға дейін біз қоғам болып оларды міндеттеу мәжбүрлеуіміз керек. Сайлау заңын бүгіннен бастап, тіпті ертеңнен бастап. Қалай мәжбүрлеу керек? Бірінші күннен бастап. Жолдары бар, әпесем, митингке жүріп, ұйымдасып жаңағыдай хат жазамыз ба, сайлау заңын өзгертейік, сайлау комиссиясын таратайық, тәуелсіз орган болсын деп. Осы басқа. Бірақ оның бәрі жасады ғой адамдар. Митингке шығып талап етті, петиция толтырды, хат жазды. Қараңызшы, сайлауға жақын қалғанды істеп отыр. Бүткіл сол процесті. Сіз жаңа еш нәрсе айтып отырған жоқсыз ғой. Мен мысалы үшін білмеймін оны не істеу керек. Сайлауға жақын қалғанда жасап отыр адамдар. Адамдар жолдары. Жарайды, қазір жазайық ал. Иә. Қолын бей дегенді өзгертеді деп ойлайсың? Ескерсін, ескермесе әлі қаншама, 5 жылымыз бар, 5 жыл бойы тоқтамай осы талап етуіміз керек. Жаңа сіздің айтып отқаныңыз митингті жасап жатыр, хатты жазып жатыр, но бірақ ол сайлау тақалғанда ғана істеп жатыр. Бізде мүмкіндік бар ғой сайлаудан. Сайлауға дейін айтса, бір нәрсе өзгеру мүмкін дейсіз ғой, Ну, енді жолдары бар ғой, олар қалай жауап береді, хатқа, ашық хатқа қалай жауап береді. Жақсы, одан петиция жарияла, оған қалай жауап береді, одан кейін болмаса митинг. Енді олар қазір айтып жатыр ғой, енді саяси осының алдындағы, мысалы үшін жолдауда осы. Мына жаңа кеше барған, мына шарттарына көніп барған парламент депутаттарын жекелеп сұрамасақ та, бері қарай соларды шақырып алайсың, мажоритарлық жүйемен бардыңыздар, халық сайлады деп. Давай осы әрекеттерді өзгертіңіздер. Біздерде қоғамда барсын парламентке, жаңа ойын ережесін қалыптастырыңдар. Или жаңағыдай халықтың талабы. Бұл жерге кейбір адамдар барғанда өкініп жүр дегенде әңгімеде бар ғой, бірақ енді бөлек тақырып қой. Жаңағы дүниеден мысалы қалай өзгерту керек, қалай не істеу керек деп ойлайсыз. Орталық сайлау комиссиясын өзгерту керек деп жатыр ғой, бәрін өзгертіп болғаннан кейін бару керек деп жатыр. Мен қайтып айналып жоқ әлде тағы да бара беруге бола ма осы сайлау болғанда мен жаңа айттым ғой, мен өзімнің не істеу керек деген сұрақ қой сол. Түйіндеп. Ағартушылыққа келдім бедім ғой мен. Неге деген себеп? Оған екі нәрсе себеп болды да. Біріншіден жаңағы халықты шаршатып алмау, бір сөзіңді қайтып шайнай бермеу. Екінші, мен осы жақында ғана пойызда бір Орал қаласының іргесінде тұрған ауылдың азаматымен бірге бардым. Сол жерде анау ауылдың адамдары Аманат партиясының мүшесін, сол жердегі кәсіпкерді өздері ауылдың адамақтары сайлауда жеңген. Бұл анық өздері маған суреттермен, видеолармен бәрімен көрсетті. Қалай анау ауылдың жай ғана қарапайым азаматын өзінің ауылдың әкімдігіне түсірген. Анау Аманаттың атынан түскен, кәдімгі байсонжар. Соны бұлар өздері насихаттап, өздері бақылап, сол жеңіп, қазір сол ауылда әкім болып отыр. Ауыл жанат отыр. Сол туралы кейін бір жинақтап сюжетті бермекшімін. Екіншіден, Ақтөбеде Ембі қаласының әкімі жай ғана мұғалім тағайындалды. Халықтың белсенділігі бұл жерде. Сол сияқты сайлауда да халық белсенді болатын болса, халық айттық қой жаңағы революцияға да дайын, эволюцияға да дайын деп. Сондықтан халықты дайындау керек. Жаңағы мен, сіз
менсіз бәрі шешіліп қойған деген неден кету керек. Халық егер белсенді болатын болса, тырп еткізбесе, мысалы үшін кезінде 2019-да қалай болды? Қосам сатқын болмағанда, оппозиция басы біріккен кезде халық дүркіреп тұрды. Иә? Өстеп тұрды. Оны былай ғой. Қалды ғой. Сол қайтып көтеру керек. Оны былай шығар, онда жаңағы әкімдер болып сайланып жатыр дейсіз ғой, ауылдың аймақтардағы, алыс шалғайдағы ауылдардың әкімі болып сайланып жатыр. Тәуелсіз кандидаттар ғой, сіз айтып отырсыз, тәуелсіз кандидаттар сайланып жатыр. Оны біздегі жаңағы басындағы тақырыпқа қайтып келеміз де онда. Бізге онда саяси белсенділердің кішкене амбициясын төмендеп ауылдан бастау керек шығар онда. Бастаса ғой. Парламент сайлауына түспей, аймаққа барып, өзінің бәрінің ауылы бар ғой, сол жерге барып, әкімдікке түсіп, солай жеңіп деген сияқты. Олай да болады. Әр сатыдан мүмкін нәрсе. Әр сатыдан парламентке дейінгі біздің жолдарымыз көп әлі. Амбициясы адамдар жаса болады да, бірақ енді мен айттым бағана, басым көпшілігі онда амбиция жоқ. Сіз қараңыз, жаңа ауыл әкімін айтып отырсыз да. Ауыл әкімі ол енді үлкен бір саяси процесс емес, ол ауылда танымал азамат, қала халық өзі білген адам. Сіз бандағы негізмен бұндай мысал келтіріп ше, онда мынандай жүйемен де өтуге болады деген нәрсе ғой, иә? Мысалға келтіріп отырсыз ғой да. Осы жүйенің өзімен өтуге болады деген нәрсе. Жоқ, осы жүйе бәрі жүйе. Өзгеріс қой. Әркім өзінің деңгейінде, мысалы үшін ауылда немесе емін қаласында ол бәрібір енді өзінің қалауында жұмыс істейді ғой. Қанша деген әкім, иә, Бағнат, Ақтөбе облысының әкімі де Бағнат, иә. Бірақ өзі әрекет жасамады ғой, жеңді. Жетті ғой. Халықтың белсенді. Онда жалпы өзгеріс бар ғой, иә, бір сөзбен айтқанда. Өзгеріс жасауға болады. Жоқ, сен аналар өтіп жатыр деп сіз мысалға келтіріп отырсыз, онда значит өзгеріс бар ғой, иә. Халықтың арқасында. Ол бір билікпен келісімнің арқасында емес. Халықтың жанкештілігінің асқан белсенділігінің арқасында. Жанкештілік емес. Билік өткізуге болса да болатын еді ғой. Кім Абзал Исабек Абзал қарайықшы. Мен де ауылына әкімі сайланды. Ауылдың кәдімгі тұрғылықты азамат жігіт сайланды. Себебі ол халыққа танымал болғасын. Ол жерде жанкештілікпен дауыс беру алыстан болған. Иә, ол да сондай нәрсе. Ол ауыл әкімін біз мына парламент, президент сайлауымен шатыстырмайықшы. Жоқ, қалай шатыстырмайсың? Шатыстыру керек. Ол жерде ауылға еңбегі сіңген адам ауылда айқай айтпашты ғой, ауыл деген шағын, енді республика үлкен қалада мүмкіндік бермейді, береді. Ең үлкені 2019-дағы сайлау болды. Кәдімгі тап-таза үлгі, үнемі мысал келтіретін жағдай. Халық жеңді. Тек қана бір адамның табансыздығы ғана. Әйтпесе халық жеңді, сол кезде алып тұрды. Дәл соған қайтып алып келу керек, ол тек саяси ағарту жолмен ғана. Мен мақсатым сол. Халықты бәрі жоқ, ештеңе өліп қалған жоқ. Билік жалпы ауыл әкімдерін шатастырма деймін. Жоқ, былай айтайықшы. Жалпы билік онда мүмкіндік беріп отыр ғой, да? Тәуелсіз кандидаттарға өтуге, да? Беріп отқанда былай. Ішінара беріп отыр ғой, да? Деңгейіндегі қалалар ертең сайлау болады ғой. Халық асқан белсенділік танытатын болса, өтуге болады. Жаңағы қосанов кезіндегі әр өңір өзінің жаңағы таңдаған кандидатына соның дауысын даулайтын болса, өтуге болады. Жоқ. Болмайды. Себебі 10 мыңдаған сайлау учаскесін бірінші біз бақылаушылармен қамтамасыз етуіміз керек. Жоқ дегенде 30 мың бақылау. Жоқ, айтып тұр ғой енді. Ол кезде қараңыз, ол кезде біз Астана Алматының көзімен қараймыз. Былай айтып отыр ғой. Егерде Абзал айтып отырған былай айтып отыр да. Егерде қамтамасыз етсе, жаңағы енді азаматтық қоғам өкілдері қамтамасыз етсе өтуге болады деп айтып отыр ғой. Сіздің ойыңызша өтуге бола ма? Болмайды. Бұл түсінікті. Бұл түсінікті. Мына жаңа Абзал айтты, Тоқаев келгеннен кейін билік өзгеріп отырды. Қатардан кейін кішкене бұрынғы билікке қарағанда мына билікте өзгеріс бар дедім. Абзал сөзді бұрмаламаңыз. Мен сізге айтайын, ана жазылып тұр ғой. Жазылып тұр менде. Сіз содан әлі үміттен жаңа ауылдың сайлауын соның бір жетістігі қылып көрсетті. Реке, мен айттым. Біз қалағандай болмаса да, бәрібір басқа сайлау өтті, басқа адамдар кірді деген айттым мен сізге. Тоқаев Назарбаевтан жақсы деген әңгіме айтқан жоқ. Былай айтайық, болды. Бұны келесі бір бағдарламада талқылаймыз тағы. Осы азаматтық қоғам, саяси белсенділер туралы бір бағдарлама арнаймыз тағы сол кезде. Өзгерген жоқ па, Тоқаев Назарбаевтан артық па, кем ба деген тақырыпты талқылаймыз, иә. Эфирге шыққан кезде көреміз бәріміз. Сол енді рахмет бағдарламаға келіп барлығымыз ой ашық ой пікір білдірдік деп ойлаймын енді. Көрермендерге сау саламатты болыңыздар дейміз.
иә рахмет рахмет естіп